Пешке салып пісірмей-ақ, бірақ дәмді әрі тез жасалатын десерттің рецептін іздесеңіз, онда бұл видео тура сізге арналған. Себебі бұл рулетке сливкидің да, миксердің де қажеті жоқ. Ол үшін үйдегі кез келген печеньені алып, майдалап үгітіп аламыз. Үстіне 2 ас қасық какао салып, араластырып қоямыз. 2 бананды алып, тазалап, ыдысқа саламыз да, блендермен езіп шығамыз. Егер блендер болмаса, вилкамен де езе берсеңіз болады. Бананды печеньенің үстіне салып, араластырамыз. Бұл бізде рулеттің наны есебінде кетеді. Егер печеньенің басы бірікпей жатса, біраз қасық қаймақ қосып жіберіңіз. Пергамент қағазын керекті мөлшерде кесіп алып, үстіне жаңағы банан қосылған печеньені салып, жайып шығамыз. Бұл жерде печеньеміз кішкене қаттылау болуы мүмкін, бірақ онда тұрған ештеңе жоқ, есесіне рулет формасын жақсы ұстайтын болады. Ал біркелкі жайылу үшін соңында оқтаумен бір тегістеп алсаңыз болады. Енді оп-оңай жасалатын кремді дайындаймыз. Ол үшін сүзбеге біраз қасық қаймақ және 2 ас қасық балды қосып, блендермен езіп шығамыз. Егер бал болмаса, жай ғана шекерді де қоссаңыз болады. Кремі осылындай қою, әдемі болып шығады. Кремді печеньенің үстіне біркелкі етіп жайып аламыз да, 5 мандаринді алып, видеодағыдай етіп, жиегіне тізіп қойып шығамыз. Пергамент қағазының көмегімен рулетімізді асықпай, ұқыптылықпен орап шығамыз. Сосын осы рулетті тоңазытқышқа шамамен 2-3 сағатқа салып қойып қоямыз. Дастарханға қояр алдын мен осылай бетіне шоколад құйып, және оның бетіне қант ұнтағын сеуіп шықтым. Жасалуы өте оңай және құрамындағы заттары да өте пайдалы болғандықтан, балаларға да қорықпай бере беруге болады. Сіз де жасап көріп, отбасыңызды қуантып қойыңыз. Рецепт ұнаса, жақындарыңызға да жіберіп қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Замира.